Әбләшім Жания, жасы 10-да, туған жері Алматы облысы, мектебі Іле ауданы, нөмірі 1 балалар музыка мектебі. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менде Жұлдыз болам YouTube арнасында біздің кезекті сұхбатымыз. Бүгін бізде қонақта жас өнерпаз, республикалық байқаулардың жеңімпазы Әбләшім Жания. Жания, қош келдің. Қалың қалай? Жақсы. Көңіл күйің қалай? Өте керемет. Ұйқың қанды ма? Иә. Енді Жания, өзіңді осы YouTube арнадан көретін көрермендер үшін қысқаша таныстырып өтсең, жалпы туған жерің, жасың, нешінші сыныпта оқисың, толық ат жөнің? Менің атым Әбләшім Жания Асқарқызы. Мен Алматыда туылдым. Мен 2012 жылғымын. Қазіргі таңда 5-ші сыныпта оқып жатырмын. 5-ші сыныпта оқып жатсың, иә? Жания, жалпы сен домбыра үйірмесіне қатысасың, иә? Иә. Неше жасынан бастап домбыра үйірмесіне бардың? Мен өнерге келгеніме 8 жыл болды. Мен 4 жасымнан 6 жасыма дейін биден, 6 жасымнан 10 жасыма дейін қазіргі таңда домбыра үйірмесіне қатысамын. Домбыра үйірмесінен жаңағы ұстаздарың кімдер сабақ беріп жатыр? Мен биден маған Тана Анастасия Ивановна деген апай үйреткен. Ол кісі маған сахнаға қалай шығуды үйретті. Ал домбырадан маған Әсия Көпжановна береді. Ең алғаш қандай күй үйретті? Ең алғаш маған өрнек деген күйді үйреткен болатын. Қазір қанша күй білесің? Қазір 20-дан астам күйлерді білемін. Күйлерді білесің, иә? Жалпы Жания, сіздердің жаңағы осы үйірмеге қатысып, ары қарай өнерлеріңді дамыту үшін, тәжірибе алмасу үшін байқауларға қатыстырады, иә? Қанша байқауға қатыстың, қандай жүлделі орындар алдың? Мен домбырадан 5 байқауға қатысқанмын. Мен ең алғаш қатысқанымда мен бас жүлде алғанмын. Ал одан кейін мен 2-ші орын алдым, Турция, Москваға жолдама. Ал көңілің қалған байқау болды ма? Иә, мен көңілім қалған байқау, мен 3-ші орын алғанда болды, бірақ мен оған көңілім түсірмеймін, өйткені менің алдымда тағы да басқа байқаулары бар. Яғни сен өзіңмен жұмыс жасауды білесің, иә? Иә. Керемет. Енді осы өнерде жалпы кімді үлгі тұтасың? Өнерде мен Димаш Құдайбергенді үлгі тұтамын. Мен Димаш Құдайберген сияқты атақты әнші, күйші болғым келеді. Арманыңа жетуің өтекшіміз. Ал өмірде кімді үлгі тұтасың? Өмірде мен ата-аналарымды және де ұстазымды үлгі тұтамын. Керемет. Енді Жания, жалпы өнер саласында, жалпы қай салада болсын, өзіңді дамыту үшін көбірек оқу керек, е? Кітап оқисың ба жалпы? Иә. Соңғы оқыған кітабың қандай? Бәйбек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» кітабы. Менің атым Қожаны оқыдың ба? Енді Жания, алға қойған мақсатың? Мен алға қойған мақсатым мектепті қызыл дипломға бітіріп, өзімнің жұмысымды табу. Қандай мамандық иесі болғың келеді? Мен актриса болғым келеді. Актриса болғың келеді. Енді Жания, сенің қолыңда бір күш болса, өмірде нені өзгертер едің? Мен күш болса, мен адамдарға тегін медицинский ашып, оларға көмек көрсететін едім. Яғни сен медицина саласын өзгерткің келеді, иә? Адамдарға тегін қызмет саласын ұсынғың келеді. Ол керемет ой деп ойлаймын, негізі арманыңа жетуіңе тілекшіміз. Енді Жания, болашақта өзіңнің бір мамандық иесі боласың, соның жұлдызы боларыңа сенесің бе? Иә, өйткені мен өзім алдыға жетелеймін. Жетелейсің. Енді Жания, біз биыл «Менде Жұлдыз боламын» өнер орталығы балаларға арналған комедиялық сериал түсірмекшіміз. Егер сол сериалға түсуге мен сені шақырсам, қандай рөл ойнар едің? Мен басты рөлді ойнар едім. Басты рөл ойнайсың ғой, әрине басты рөлдің бірін ойнайсың, бірақ қандай кейіпкер, кім болып ойнағың келеді кинода? Мен биші қыз ба, күйші қыз ба, әлде? Мен күйші қыз болғым келеді, өйткені мен қазіргі таңда домбыраны үйреніп жатырмын. Сенің образың, яғни сенің кейіпкерің күйші қыз болады,
біз онымен жұмыс жасауға міндетті түрде атсалысатын боламыз. Және саған бүгін бізге уақыт бөліп келгеніңе көп рахмет. Енді соңғы өзің сияқты өнерпаздарға қандай тілек айтар едің? Мен сіздерге тырысыңыздар, алдыға қойған мақсаттарыңызды орындаңыздар деп айтатынмын. Керемет тілек. Және саған да көп рахмет. Болашақта біздің Қазақстанның өнер саласын дамытатын үлкен азаматша болуыңа тілекшіміз. Және осы Қазақстанның бір кірпіші болып қаларыңа сенеміз. Саған көп рахмет. Ең бастысы ата-анаңның үмітін ақта. Бүгін уақыт бөліп келгеніңе тағы да рахмет айтамыз. Рахмет. Ал құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.